Кеш жарық құрметті достар, сіздермен бірге бауырларыңыз Әуесхан Ерасыл және бұл бай қазақ арнасы. Дәл қазір өздеріңіз суреттен көргендей, біз Вьетнам еліне саяхатқа шығып бара жатырмыз. Мен тура қазір Алматы қаласының халықаралық әуежайында тұрмын. Мына жақта артта кедендік бақылау бөлімшесі, бұлай қарай тіркеулер өтіп жатыр. Айналамызды қарасақ, біздің қазақтар, қандастарымыздың барлығы әйтеуір шетелдерге шығып, өздерінің бір саяхаттарын, демалыстарын өткізбек ниеттері бар. Бүгінгі біздің шығарылымыз толыққанды Вьетнам еліне арналады. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыз. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Құрметті достар, ұшаққа міндік. Ұшақтың ішкі көрінісі мынандай негізгі бөлімі. Ұшақтың мына жақта алдыңғы қаптал, тұмсық бөлігі ұшақтың. Мынау төтенше жағдайға арналған есігі. Жалпы өзіміздің елдегі ішкі рейстердегі ұшақтардан бір аса қатты айырмашылық байқап тұрған жоқпын. Орындықтардың көлемдері аздап-аздап кең демесең, тура өзіміздің ұшақтар. Ұшақ ұшар алдындағы сәтте алар көрдіңдер ма, қандай киіммен жүреді? Жігіттер, көрдіңдер ма? Мыналар борт серіктер, жол серіктер. Мындай қысқа шорт-идылармен жүреді екен. Cabin crew, please prepare for arrival. Мына бір ғажапты қараңыздар. Енді камера қаншалықты жеткізіп жатқан білмеймін бұл кереметтің. Десек те көзбен көргенге жетпейді. Кілем сияқты төселіп тұр. Кедендік бақылаудан өттік, достар. Мына жақта бүйтіп туристерді айқайлап шақыратын кісілер бар екен. Мына жақтан біз өзіміздің қол жүктерімізді аламыз. Бұлай айқайлап жатыр. Қызық көрінеді. Бұлар доллар ақша айырбастайтын бағамдар екен ғой. Достар, біз әуежайдан шығып, өзіміздің қол жүктеріміздің барлығын алып, кедендік бақылаудан сәтті өтіп, әуежайдан шығып, енді міне көліктерімізге жайғасып жатырмыз, өзге де саяхатшылармен бірге. Дәл қазір міне мен сіздерге әуежайды көрсетейін. Вьетнам елінің Ячан қаласындағы ірі халықаралық әуежай. Артындағы көріністі қараңыздар, жер анамыз қандай сұлу, қандай керемет, қандай тамаша. Мынаған енді камера қаншалықты жеткізіп тұрғанын білмеймін, десек те мынаны көзбен көрген мүлдем бөлек сезімді алып келеді. Себебі мынандай табиғатты тамашалаудың өзі бір ғанибет, жанға бір тыныштықты ұялататындай. Дәл қазір біздер өзіміздің керемет Свандор немесе Швандор деп оқылама білмеймін, бір 5 жұлдызды қонақ үйге барамыз. Ол жақта бізге барлығы қосылған, ол инклюзив дейміз ғой. Сіздерге рум-турды, яғни жалпы қонақ үймен толыққанды таныстырамын. Біздер кешкі ас ішуге келдік. Тағамдардың түрлері көп, өте. Неше түрлі тағамдар бар. Бұл жақта жеміс-жидектер, тәттілер, білетін осы ролл сушиімізді жейін деп тұрмыз. Ал біздер жеуге болатын нәрсенің өзіміздің асқазанымыз үйренген нәрселерді жинап теріп алдық. Дастарханға қойып. Енді бұл жақта азиялық ұлт өкілдері өте көп екен. Енді Азия болғаннан кейін бұл жақта жапондықтар, кәрістер, қытайлар, тайландықтар, яғни тайлар, тағы да басқа да ұлт өкілдері өте көп екен. Өздерінің бір бөлек бір иістері бар, бір жағымсыз. Енді бұл ұлтшылдық бір нәсілге бөлгенім емес, десек те осындай бір түрлі бір иістері бар. Вьетнамдықтар біздің ақшамыз көп, долларымыз көп деп ойлады ғой, жаңа 10 доллар, 5 долларымызды көрсеткенге. Сейфтері бар екен құрсын, мындай құпия сөзімен, кәдімгідей кодпен масқара екен мұны. Қайырлы таң, достар. Мен енді тұрдым.
Қазір алғашқы күнімізді өткіземіз. Сіздерге кеше түнде нөмірді түнде көрсеттім ғой. Қазір көріністі көрсетейін. Керемет, қараңыздаршы. Дауысты естіп тұрсыздар ма? Мұхиттың, теңіздің дауысы. Жаңа айта кеткенімдей, Вьетнамда жылына 3-4 миллионға жуық туристі қабылдайды. Дәл қазір менің қасымда мынандай керемет лашықтар бар, шатырлар. Мынандай шатырлар бар, керемет, өте әдемі көрінеді екен. Былай қарай менің нөмірім, қонақ үйім 5-ші қабаттамын. Мына жақта бассейн бар, өте үлкен бассейн. Ал ары қарай қарайтын болсақ, ары қарай теңізді көріп тұрсыздар, яғни мұхитты. Оңтүстік Қытай теңізі деп аталады екен. Айтайын дегенім не? Айтайын дегенім, біз дәл қазір Вьетнам елінің Nha Trang деген туристік қаласындамыз. Бұл қалада 500 мыңға жуық тұрғын бар. 500 мыңға жуық тұрғын. Nha Trang жалпы осы Вьетнамның ішіндегі ең, былайша айтқанда, түнгі қала деп айтса болады. Өйткені бұл жақта неше түрлі клубтар, неше түрлі диско барлар, неше түрлі ішімдік ішетін орындар, неше түрлі жаңағыдай караоке дейміз ба, басқа дейміз ба. Соның барлығы, қысқасын айтқанда, жын-жыбырдың бәрі осы Nha Trang қаласында екен. Жалпы вьетнамдықтар, мен байқағаным бойынша, күрішті өте көп жейді екен. Күріштің түр-түрі бар. Және вьетнамдықтар Қытайдан кейінгі екінші орында көрінеді. Күрішті өсіру, өндіру, экспорттау бойынша, сату бойынша, басқа күрішке қатысының барлығынан олар алдыңғы орындарда. Себебі олар күрішті көп қолданады, көп тұтынады. Күріштің қара түрі, сары түрі, алтын түрі, жасыл түрі, бірдеңе әртүрлі пісіріп жей береді екен. Вьетнамдықтар жайлы тағы бір қызықты фактын айта кетейін. Вьетнамдықтар күнге күйеуді онша дұрыс санамайды және оны құптамайды деген таптаурын бар. Оның рас өтірік екенін сұрауға тырыстым ресепшндегі жалпы осында жүрген Вьетнам ұлт өкілдерінен. Олардың айтуынша күнге күйіп адамның беті қарайғаны онша сұлу емес, онша әдемі емес көрінеді екен. Вьетнамдықтардың көзқарасы бойынша адамның беті неғұрлым ақ, неғұрлым жарық болса, соғұрлым ол сұлу болып есептелінеді екен. Мына желді қараңыздар, мына жел біздің өзіміздің Қызылорданың желіне аса қатты ұқсайды. Құмын қараңыздаршы. Бір құмы керемет қой мына. Желі Қызылорданікі, құмы енді басқа жақтық сияқты. Теңіз қараңыздар. Керемет, Құрметті достар, біздер қазір Chua Lon Song атты ғибадатханаға келдік. Көшенің вайбы мынандай. Вьетнамдықтардың басым көпшілігі мопедтермен, мотоциклдермен жылжиды қаланың арасында, соны қолданады транспорт ретінде. Мына тоқты қараңыздар. Тоқты вьетнамдықтар былай жинайды екен. Хай! Біз Chua Lon Song ғибадатханасына келдік. Қазір кіріп жатырмыз. Мынандай кереметті қараңыздар. Мынау тұнып тұрған тарих екен. Енді сәл жоғарына қарасаңыздар, мен сіздерге зум жасадым. Мынау отырған күй қалпында жасалынған Будданың әлемдегі ең үлкен мүсіні болып есептелінеді екен. Достар, мына ескерткішті қараңыздар. Мына аяғының өзі, табанның өзі өте үлкен. Мына жақта ғибадатхананың артқы бөлігі. Дәл қазір мына ескерткіш мүсіннің шынтағын көрсетіп тұрмын. Мына жақта бұл ескерткіштің өзі ұйықтап жатқан кейіпте бейнеленген. Дәл қазір оятып жіберсең, неге ұйқымды бұздың, неге мені ояттың деп езіп тастайтын сияқты. Өйткені мына табанға қарасаңыздар, соны өзіңде түсінесіңдер.
қараңыздар. Өте үлкен қоңырау дабыл. Ғибадатхананың дабылы. Нячан қаласы ғибадатхананың ең жоғарғы бөлігі нүктесіндеміз. Қала мына жақта алақандағыдай көрінеді. Қазан ба, кесе ма қараңыздар. Толыққан үлкен темірден жасалынған. Өте үлкен екен. Дәл қазір ғибадатхананың ең биік нүктесінде тұрмыз. Менің жанымда медитация жасап жатқан бұдан ең ірі отырып жасалынған мүсіні ескерткіші. Енді Вьетнам еліндегі діни ахуалға келетін болсақ, ресми түрде бұл мемлекет өткен жолғы айтқанымдай социал коммунизмді ұстанады. Сәйкесінше бұл жерде заң жүзінде діннің орнына атеизм, яғни Құдайға сенбейміз деген саясат жүргізіледі. Десек те, халықтың өзінен сұрайтын болсақ, халықтың өзі де оны жасырмайды, мемлекет те оны біледі екен. Вьетнамдықтардың басым көпшілігі буддизмді ұстанады. Және бұларда бір қызығы, біздің қазақтар сияқты әруақтарын, яғни ата-бабамызды құрметтеу және оларды еске алу сияқты өздерінің бір салт дәстүрлері, әдет-ғұрыптары бар екен. Расскажите насчет работорговли и секс-туризма в Вьетнаме. Что можете об этом рассказать? Сейчас туризм во Вьетнаме развивается быстро. В последнее время уже много туристов во всех уголков мира уже знают Вьетнам и посещают Вьетнам много. До ковида у нас тоже большое количество, примерно 13-15 миллионов туристов иностранных посещает Вьетнам. После ковид сейчас пока восстанавливается. У нас в том числе это русскоязычные туристы. Сейчас в основном приезжает от Казахстана, через Казахстан еще есть еще из Кыргызстана, также из Узбекистана. Сейчас другие... Что можете рассказать о проституции? Архитектура. Проституции. Проститутка, это у нас на самом деле... Говорят, что если прохожим сказать бум-бум, то они найдут вам девушку. Правда ли это? В практике практически такое есть у нас. Да? Ну, это не стереотип? Да, это запрещается по закону. Закону нельзя у нас во Вьетнаме. Ну, это понятно нельзя, но вопреки законам это есть, да? Да, есть. А с каких начинаются такие услуги? Вы знаете? Конкретно, конечно. Или вы очень хороший семьянин? Я настоящий буддист. Я нарушаю права. Вы не атеист? Нет. Нет. Я как на буддист. Я не нарушаю правила. Хорошо. Жылан шоуға келді. Жылан сүйкейін деп жатыр ма, бірдеңе істейін деп жатыр. Ну и, конечно, самый опасный здесь мастер. Ну а вот сейчас, внимание, смертоносный арсенал сиамской кобры, клыки и яд.
Құрметті достар, жыланды қараңыздар. И миссис Вилкот. Мен болашақ келіншегінің құрбысы. Я договорился, вы дадите камеру миссис Ви, она вас пофотографирует. Ойбай, күші көп екен. Күші көп екен. Бүйтіп басынан ұстасаңшы. Ай, біз сіз сияқты батыл емессіз де. Мына полтырауынды қараңыздар, біз жаңа жыландарды көріп шықтық. Мына жерде енді ұзындығынан бір 2,5 метр болатын шығар, өте ірі екен. Мынау қасындағы баласы болса керек. Қимылсыз жатыр ғой, білдірмей. Достар, біздер кофе және шай орталықтарына келдік. Дәл қазір мынандай әдемі үйлердің алдында тұрмыз. Hi bro. Салем in Kazakhstan. Салем. Салем, Казахстан. Казахстан. Салем алейкум. Салам алейкум. Тан, как называется это место? Это место называется Арома. Арома? Это кофейный центр. Кофе and tea. Да, кофе и Шай, кофе, Шай, және кофе. кофе. Ага. Что есть здесь помимо кофе, шай? там еще алкоголь, продукты Алкоголь? продукты из артишока, крипа, болезных, например. Крип нет, такие как линчи у нас, Ага. корень, разные болезни для здоровья. Правда, что вьетнамцы употребляют кофе из какашек? Вьетнамдықтар мысықтың боғынан жасалатын кофені ішеді ме? Да, у нас это производим кофе лук, так называется лува. Ага. Значит, мы кормим кофейными ягодами вот, это животных. Cat. Да. It. Да, похоже на кошка, но это не кошка, это цвета называется. Ага. Как лемурчик маленький. Выходит, когда выходит с кишков, получается, собираем, обжарим. Вот так очищаем, обжарим, получается, самый дорогой кофе в мире. Да, это называется лува. And elephant, какашки. Также, да. Elephant. Какашка слонов, да. Пілдің боқтарынан да, е? Да, правда. Это дорогие кофе, на самом деле, очень. И вкус интереснее, на самом деле, чем обычно. Рахмет. Жаңа Тан бауырымыз деп қоясың ғой. Гидіміз айтқандай, біз Арома деген шай және кофе орталығына келдік. Мынандай керемет бақша енді. Керемет атмосфера. Мен мына штативімді бұрып алайын. Өте тамаша. Білмеймін, мына жақта бір жылулық сезіледі, өйткені сондай бір жайлы, адамның көңіл күйін тынышталдыратын жер екен. Мына жақтың бәрі жастықтан құм екен жер. Мынау үгітетін нәрсе ғой деймін. Үгітетін тастар ғой деймін. Hello. Hello. Hi. You YouTuber? So YouTuber. Cameraman? Yes. Дәл қазір біз жағалаудамыз. Кемелер тұратын аялдамаға келдік. Басқа бір аралға барамыз. Мындай Қытай теңізінің әдемілігін қараңыздар. Айналаның бәрі жап-жасыл. Тамаша.
Hürmetli dostlar, jel bolup men osdan burun түсіргенім dұрыс жазылмай қалыпты. Мына тұрған дүниелердің барлығы жаңа айтып өткен аш-шаяндар, балықтар, балықтың неше түрі, осы теңіз өнімдерінің барлығын осы жақта вьетнамдықтар өздері өсіреді, өздері дайындап экспортқа шығарады. Осындай керемет кәсіп жасап жатыр бұл кісілер, бұл мемлекеттің адамдары. Өкінішке орай біздер өзіміздің Балқашта Каспийде тура осындай мүмкіндік бар, бірақ biz өкінішке орай миллиондап, триллиондап тонналап экспорт шығарып, осыдан мемлекетке пайда түсіріп, өзімізде пайдалы болып жатқанымыз шамалы. Білге отырудың өзі бір керемет бір ғанибет екен, бір ерекше сезім. Өте биік және бір жағынан қорқынышты. Бірақ осындай ірі жануарға отырудың өзі бір бөлек сезім екен. Бұны да көру керек екен. Дәл қазір біз еліктер мен түйеқұстардың қорасына келдік. Бір қызығы мынандай түйеқұстың бойын қараңыздар, менімен бірдей 2 метр. Тіпті ұзын десем болады, бір кішкене 5-10 сантиметрге. Қызық жайтты айтайын, кейбір мемлекеттерде осындай өздеріміз біз қазақ түркі халықтары атқа мініп бәйге ұйымдастырамыз ғой. Дәл солай бұл кісілерде осындай түйеқұстарға мініп бәйге ұйымдастырады екен көп мемлекеттерде. Қазір біз түйеқұстардың шоуына келдік. Олар өлеңге билейді екен. Қараңыздар. Негізінде эволюция заңына сүйенсек, бұл түйеқұстар динозаврлардың былайша айтқанда ұрпақтары. Қалады қараңыздар. Құстар митингісі болып жатыр, құстардың митингі. Xin chúc quý khách có một chuyến tham quan vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, chúng ta xin mời quý khách nào có nhu cầu chụp hình với những bạn chuyên gia điểm, chúng ta có thể di chuyển sang khu vực ngoài này. Ôi, mình Còn birden, muốn ăn với benim giá sel-sel 10.000 đồng uzunları var. để cho các bạn ăn và cùng chụp hình. Xin mời quý vị. Można kuvvet karamit info pastarao и голуби, если тушит доңгы пожалуйста. Осы аралдың саябағында жүрміз. Мынандай жасанды көлшіктер, су қоймалары дейміз ба, енді көл қылып жасап қойған түрлері ғой. Өте әдемі, өте керемет. Мына жақта гүл бақша бар. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыз. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Білгеде мініп көрдік, түйеқұстарды да көрдік, еліктерді көрдік, қаздар мен үйректердің түйеқұстарын қамажай билегенін де көрдік. Енді мына керемет тау жоталарды қаншалықты әдемі әрі көрікті сұлу көрінетін айтудан жалықпаймын. Тау бірден жағалау жоқ, бірден теңіз басталып кетіп жатыр. Енді теңізге келетін болсақ қайтадан мына мініп отқан кемеміз құдды бір осы кілемдей болып жайылып жатқан, теңізді кесіп жатқандай көрінеді. Дәл қазір біз Маймылдар аралына бара жатырмыз. Маймылдар аралында енді маймылдар қамажай билейді ме, билемейді ме, ол жағын білмеймін. Десек те қазір маймылдарды қоректендіріп, маймылдармен таныса кететініміз бар. Енді қазір мен өте қатты шаршап отырмын. Десек те бұндай демалыстан кейінгі шаршау бір ерекше бір рахат сезімді сыйлайды екен. Сондай жағдай. Енді қазір мен сіздерге біраздан кейін маймылдармен жолыққанымызды, маймылдармен амандасып хал-ахуаттарын сұрағанымызды, жағдайын сұрағанымызды, және маймылдар былайша айтқанда жағдайлары жақсы ма, жаман ба, соны біле жатамыз. Әрі қарай көріңіздер. Маймыл аралдарына келдік. Осындай бір жайқалған әдеттегідей әдемі арал екен. Жаңағы аралдан да әдемі сияқты. Біз Маймыл аралдарына келдік. Дәл қазір мынандай гольф-қарға міндік. Мынау біздің жүргізушіміз. Біреуде телефон ұстап отырады екен. Хай!
Mında ağaçlarımız var. Hazır maymuldardı göremiz. Mene bizim maymulдар. Oy şundan. Oo. Karol. Maymuldarın paçası değil. Böyle basay. Böyle basay. Qarаңыздаршы, қандай жаратылысы. Адамнан аумайды ғой. Ашуланып. Ашуланып жатыр, мінезі бар екен. Саусақтарын қараңыз, денесін қараңыз, құлағын қараңыз енді. Құдды бір адамға өте қатты ұқсайды. Көтені қызыл екен. Ала ғой. Ала ғой. Кішкентай менсін бейді өзінше. Өз кішкентай да. Ты будешь, ну и ты на... Таңдап тұр, таңдап тұр. Не сладкий, видать. Сделайте. Нет, спасибо. У меня плечи обгребшие. Мына бір қомағайға екен, қолында екеуі бар, тағы алып жатыр, тағы алып жатыр. Алдына тықып қойған, тағы тығып жатыр ма? Десең ала берем дейді. Маймылдарды тамақтандырып болдық. Мынандай тәттілер нандар беріп, маймылдармен танысып, тағы беріп, хоп. Quý vị, nếu chúng ta muốn khỏe mạnh và có một cơ thể cường tráng giống như vận động viên của chúng tôi thì hãy thường xuyên chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao hàng ngày quý vị nha. Và trong tay thành công chỉ để kết thúc phần trình diễn này quý vị. Дәл қазір біздер Далат деген қалаға бара жатырмыз. Менің түрім анық көрінбей тұрған көріп тұрсыздар, өйткені дәл қазір сағат таңғы 5-тен енді ғана асты. Далат деген жалпы осы Вьетнам елі француздарға бодан болған. Вьетнам елі француздардан 1954 жылы өз тәуелсіздігін алған болатын. Десек те ол жақта француздардың экспансиясының ізі ретінде қалған бүгінгі таңға дейін жеткен Далат деген қала бар. Тура сол қалаға дәл қазір біз аттанып бара жатырмыз. Енді ары қарай мен сіздерге Далаттың қызықтарын көрсететін боламын. Біз Далат қаласына келдік. Мынау Далат қаласының маңындағы шай және кофе плантацияларының орны. Мына торлардың барлығында неше түрлі қосмекенділер, жануарлар қамалған екен. Мына жақта біздің бір досымыз, бауырымыз ренжіп отыр өмірден түңіліп. Тоңдырып тастаған өткен күнім дейсің ғой. Қара кесектің өлең жетіспей жатыр бұл кісіге. Мазақ қылмай кетейік бізде. Сау бол. Кофе жайлы тағы бір қызықты фактын айтайын. Жалпы Азия елдерінде, осы Вьетнамда әсіресе кофе дәнектерін пілге, мысықтарға жегізеді екенді. Сөйтіп оларға тамақтардың арасына қосып жібереді, яғни жегізеді де, сөйтіп олардың үлкен дәрет сындырғанын күтеді. Ал кофенің дәнегі піл мен мысықтардың асқазандарында қорытылмайды екен. Қызықты қараңыз, енді сол былайша айтқанда дәрет сындырған тышқан боғынан дәнектерді суырып алып, тазалап алып, солардың ішінен кофе жасайды, сол дәнектермен кофе жасайды. Ал ол кофенің дәмі ерекше болады екен дейді. Ол кофенің бағасын айтайын мен сіздерге, қазір құлайсыздар, $1000 басталады. Енді ойлаңыздаршы,
піл шайнап тастаған, сосын түшіп тастаған, оны тағы келіп адам ішеді. Сондай жағдай. Мынау жаңа айтқан піл кофе. Пілдің не істейтінін мен сіздерге айттым ғой жаңа. Пілге жегізеді осы дәнектерді. Сөйтеді пілге үлкен дәретке отырғызады. Соның ішіндегі боғының осындай кофе жасайды. Ол кофе бағасы өте қымбат тұрады. Мынау пілге беретін банан екен. Пілге беретін банан. Өзім жегім келіп жаңа бір осында жүрген даяшыға айтып еді. Сөйтсем ол пілге беретін банан дейді. Бірақ сонда да өзің жей берсең болады деп маған қоймай, маған тықпалап жатыр. Бұл жақтағы жалпы туристік орындарда біреуге сөйлесең жабысып менен сатып ал деп артыңнан қалмай қояды екен. Құрметті достар, садақ жебе тартып көріп жатырмыз. Енді ата-бабамыздың барлығы аттың үстінде тұрып, енді бізде тарихи деректер бар ғой. Парсының деректерінде бар ата-бабамыз түріктерді, мына біздің қазақтың ата-бабалары Парсының әскері сарбазы бір рет садақ тартып үлгергенде, біздің түрік ата-бабаларымыз 5 рет тартып үлгерген дейді. Оның өзі аттың үстінде дейді. Енді қараңыз, бізде сол дүние қалған ба, қалмаған ба қазір тексеріп көреміз. Құрметті достар, піл жануарын қандай бір ғажап, сондай бір керемет жануар екенін білесіздер. Және бұл жануардың мүйізі, мына тұмсығындағы мүйізі өте қымбат саналады. Және одан түрлі дәрі-дәрмектер және тағы бір дүниелер жасайды. Және пілдер көп жағдайда браконьерлердің қолдарынан қаза тауып жатады. Енді мына Вьетнам елінде біз пілдерге былай мініп те көріп жатырмыз, басқа да қасына барып тамақ та беріп көріп жатырмыз. Десек те пілдерге деген осындай бір адамдардың жаман, осындай қорқынышты қарым-қатынасы осындай керемет жануарларды жер бетінен жойып жіберетіндей болып көрінеді. Қызықты күніміз әрмен қарай жалғасуда. Дәл қазір біз Далат қаласының орталығында орналасқан ең бір керемет ғибадатханалардың бірінің алдында тұрмыз. Осы жерге келдік, кіріп көрейік деген мақсатпен. Бұл ғибадатхананың ең басты ерекшелігі бұл Далат қаласындағы, жалпы Вьетнамдағы алтыннан жасалған Будданың ең үлкен көлемді ескерткіші осында орналасқан екен. Будда отырған күйіндегі мүсін қалпында жасалынған. Дәл қазір мен сіздерге ғибадатхананы көрсететін боламын. Іші қандай, сырты қандай деген сияқты. Мүсіннің өзінде барынша оның әдемілігін жеткізуге тырысып көрейін. Алтын Будданың алдында тұрмын. Қазір қасымда мынандай мүсіндер, ескерткіштер бар. Бұл да Будда сияқты. Алдын мынандай әсемдеп қойған, су бұрқақтармен өте керемет көрінеді екен. Ескерткіштің көлемін жаңа өткен кадрларда көрсеттім деп ойлаймын. Десек те қазір тағы да көлемін қарап көріңіздерші. Өте үлкен. Және бұның барлығы 100% алтыннан жасалынған. Ең қызықтысы, ескерткіштің көлемін айта кетейін. Шамамен мына басына дейін 20-22 метр болса, астыдан бастап, төмен жер деңгейінен бастап, биіктігі ең төбесіне дейін шамамен 30 метрге жуықтайды. Енді қараңыздар, осындай мүсін осы Далат қаласындағы ең үлкен алтын мүсін есептелінеді Будданың мүсіндерінің ішінде. Ал дәл қазір біз әрмен қарай саяхатымызды, күнімізді жалғастырамыз. Мына жақта мынандай да бір қызықты мүсіндер бар екен. Кім екенін білмеймін. Әйтеуір ренжіп тұр біреуге. Мына жақта тағы біреу тұр, мына жақта тағы біреу тұр. Қысқасы, біз ары қарай саяхатымызды жалғастырамыз. Достар, біздер Далат қаласындағы қаланың ортасында орналасқан саябақтың ішінде
Dala sarkıramasına keldik. Бұл sarkıramanın жалпы биіктігі 22 метрді құрайды екен. Мына бір ғанибетке қарап, отырып, ойланып, армандап отыратындай жер екен. Құрметті достар, біз Сарқыраманың биік нүктесіне көтеріліп жатқан жайымыз бар. Дәл қазір мен сіздерге өзімнің аяқ киімнің қаншалықты былғанғанын көрсетейін. Өте жоғарғысы тайғақ. Мына ғажапты қараңыздаршы. Судың дыбысының өзінен бір керемет әсер алады. Керемет медитация. Судың өзі керемет. Мынандай саябаққа келдік, тағы да бір лаң бияң дейді. Осындай түрлі, неше түрлі мүсіндер бар екен. Мына жақта өзге елдің туристері жүр. Мынау енді аса көп еңбекті қажет ететін дүние емес сияқты, өйткені жай ғана тастан жасалған мүсіндер, барлығы тас, бір су ағызып қойған. Мына жақтарға балық жіберіп қойған. Қараңыздар. Жалпы еліміздегі туризмді тез арада дамыту керек деп ойлаймын. Өйткені біздің өз елімізде де мынадан асқан, мынадан керемет дүниелер, мынадан керемет жерлер өте көп. Соны біздер өзімізше толыққанды пайдаланбай, осындай мүмкіндіктерімізді жіберіп алып жатқан сияқтымыз. Қыруар миллиардтаған долларлар, қыруар миллиардтаған қаржыны біздің қазақстандықтар осылай өзге елдерге барып қыдырып шашып тастап жатады. Сондықтан да өзімізде осындай керемет демалыс орындары, саяхаттайтын, жан тыныштығын іздейтін дүниелер болса, өз еліміздің азаматтары сыртқа қарай бұлай көп ақша шашпайтын еді, өз ақшамызды өзімізде қалатын еді. Және ол бір ма? Екінші мәселе, туристерді көп шақыра алатын едік біз. Жылына мына қырттай кішкентай Вьетнамның өзі 3 миллионнан аса турист қабылдайды. Біздің Қазақстанның жерімен, біздің Қазақстандағы байлықпен, біздің Қазақстанның сұлулығымен енді білмеймін. Бізде Түркия сияқты жылына 200 миллион, 300 миллион туристті қабылдауға шама шарқымыз жететіндей жағдай жасауға болады да. Түсінесіздер ме? Енді сол мәселенің бәрін кім жасайды? Сіз бізді жасаймыз оны әрине. Соған бір ат салсатын бір білмеймін, бір айласын табу керек та. Сол дүниені біздің мемлекет қолға алса екен деген бір арманым, ниетім бар. Мынандай мүсіндерді осындай қарапайым ұсталар, шеберлер жасайды. Hello bro, mister, hello, how are you? Осындай керемет жылқыны осы шебер жасап жатыр, қараңыздаршы. Әрбір ат әзеліне дейін бүйтіп жасап. Осындай мамандар өзіміздің елге де керек қой. Осындай саябақтарды, осындай керемет демалыс орындарын жасау үшін. Мына жерде әдем бұрылатын жерден. Біз қазір Crazy How деген үйге келдік. Ессіз үй, жынды үй деген. Бір кісінің дипломдық жұмысы екен бұл нәрсе. Сөйтіп қазір Далат қаласының негізгі бойтұмарына айналып кеткен көрінеді. Қазір мен сіздерге осы үйдің барлық ішінің барлығын, бөлмелерінің барлығын көрсететін боламын.
Бұл үйді соқтырған кісі, қысқасын айтқанда Мәскеуде оқыған екен. Бұл кісінің соқтырған кісі әйел адам екен. Бұл кісінің былайша айтқанда әкесі өте шеңді кісі болған, генерал болған деседі. Сол кісінің арқасында бұл үйді сақтап, бұзғызбай алып қалған. Ал өткен жолы мен сіздерге айттым, Вьетнам елінде жер аз болғандықтан бұндай үлкен көлемде үй салғызбайды. Және салғызған жағдайдың өзінде өте үлкен айыппұлдар төлеп, өте үлкен қаражатта салық төлеуге мәжбүр болады. Соның есебін қараңыздар. Кеңес одағының заманында Вьетнамда да коммунизм ғой. Сол кезде әкесінің әмірі жүріп тұрғандықтан осындай керемет дүниені алып қала алған. Мүлдем геометрия деген нәрсе жоқ, мүлдем көлем деген нәрсе жоқ. Қиялы дүние да, қиялы адам аталасы шығып жатқан дүние. Ойына не келді, соны алып сала салған сияқты. Дәл қазір мен мына жаққа көтерілгім келіп тұр. Мына жақта бір кісілер жүріп тұр. Мына баспалдақтан шығып шығуға болса керек. Қазір мен осы жаққа шығуға тырысып көремін. Қалайсыздар? Құрметті достар, мен аман-есен шықтым. Мына баспалдақты жіңішкелігі соншалықты бар болған 20 сантиметр еді. Бұл жерде мен сияқты бой ұзын әрі аяғы 45-ші көлемді адамдар емін-еркін жүре алмайды. Құрметті достар, мен ең үстіндемін. Қазір басқа бөлмеге барамыз. Қайда жүріп, қайда кеткеніңді түсінбей қаласың. Мына жаққа жүресің, қайттан өзіңнің бүйтіп жүріп өткен жолыңнан шығасың ба бірдеңе. Қазір мынандай тас қараңғы үңгір бөлмеге кірдік. Қайда, қалай шығып кеткен? Тағы баспалдақ бар мында. Қаланың ең жоғарғы бөлігіне көз жүгіртіп қарай аласың мұнан. Мына жерден далаты алақандағыдай көрінеді екен. Қалай алақандағыдай деп тұратын жер. Hello. Hi. Амандасқысы келмейді өздерінше. Мына баспалдақтың ұзақтығын қараңыздаршы. Фыр етіп тұрсын. Алматыда да осындай таза ауа. Бұл жақта қап-қара түтін жоқ. Осымен біз жындыхананы ессіз үйді аралап біттік. Ішінің барлық бөлмелеріне кіріп көрдік. Мына жағынан шықсаң, мына жағынан шығасың, мына жағынан шықсаң, мына жағынан шығасың, астыға түссең, үстінен шығасың деген сияқты. Сондай бір өзіне бір шытырман қылып жасалған архитектура. Бұл жерде мүлдем геометрия жоқ, 1000% қиял. Егер де сіз Вьетнамға келіп жатсаңыз, міндетті түрде осы үйге тур операторыңызға, гидіңізге ма кімге айтасыз білмеймін. Қалай келдіңіз, осы
Crazy House деген дүниені міндетті түрде көрулеріңіз керек, өйткені бұл қиялға ерік беретін, осындай бір қиялшыл дүниені ішіңіздегі бір ерекше сезімдерді оятатын сондай бір керемет үй екен. Crazy House деген жер. Қысқасы сырты мынандай. Ал біз сапарымызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті достар, мен жаңа бірінші көргенімдегі аса қатты ұнамаған сияқты еді. Бірақ Ай Резорт дәл қазір мен көңілімнен шығып жатыр. Мынандай сарқырамалар бар. Өте керемет. Бүкіл денеңді балқытып, былайша айтқанда сумен массаж жасап береді ғой сіздерге. Бір көретін дүние екен. Қараңыздар. Өте керемет. Асты жақты қараңыздар. Ой, бір балашаған алып келетін жер екен деп айтатын жер ғой мынау. Мына керемет көріністі қараңыздаршы. Қазір мынадан сырғанаймыз. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Сәлем тағы да достар, бүгін біздер енді таңертең кемемен теңізді аралауға баруым керек еді. Бірақ таңертең тұрып, бет аузын жуып, заттарымды алып шығар кезде ерініп тұрдым, әйтеуір аяғым тартпады шынымды айтайын. Сонымен қалып қойдым, барған жоқпын. Ақшасы төлеп реттеп қойғанбыз ғой. Бүгін міне соңғы күн Вьетнамдағы, дәл қазір біз әдеттегідей қонақ үйде, Нячанг қаласында, маңындағы Камран ауданында бассейнде шомылып тұрмын. Бүгінгі күнді өзіме арнайын деп шештім, ойланып, теңіздің жағасында құмға аунап, теңізге түсіп, бассейнге түсіп дегендей бір ой тұтыстыратын бір күн өзіме арнайын шештеп, бүгін теңізге де барған жоқпын, басқаға да барған жоқпын. Сөйтіп бүгін тыныштық күні болып жатыр. Ертең біз сағат 11-12 шамасында қонақ үйден кетіп, қайтадан өзіміздің елге ораламыз. Керемет сөз ғой, елге оралу деген өзі де бір керемет жағымды естілетін сөз екен. Сонымен біздің саяхатымыз осымен тәмам. Вьетнам жайлы түсірген осы видеом, влог дейміз ба, не дейміз өзі. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаған болса, достарыңызға тарата жүріңіздер. Вьетнамға барғысы келіп жүрген жақындарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Егер де көргісі келетін қызықтар болатын болса, мен барған жерлерге де барып көрсеңіздер болады. Бағалар өте қолжетімді, оның барлығын мен сіздерге осы видеоның астына барлығын тізіп көрсетіп қоямын. Сондықтан іске сәт, келесі саяхатқа жолыққанша.